Түркістан облысы әкімдігінде жемісті жылдың жетістіктері паш етілетін биылға Алтын күз 2020 мерекесі өтті. Мерекелік шараға ауыл шаруашылық еңбеккерлері мен шаруа қожалық төрағалары мен аудан қала әкімдері қатысты. Алғы сөз алған облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев барша аграрлық сала еңбеккерлерін жылдың қорытындысы мерекесімен құттықтап, салада жоғары нәтиже көрсеткен аудан қала әкімдеріне және еңбек озаттарына арнайы марапаттар табыс етті. Салтанатты шарада ауыл шаруашылығы саласының еңбек озаттары мен үздік нәтиже көрсеткен аудан қала әкімдері арнайы марапаттарға ие болды. Сондай-ақ Түркістан облысы әкімінің алғыс хатымен Мақтаарал Жетісай аудандарында төтенше жағдайды қалпына келтіруге қосқан үлесі үшін Мақтаарал аудандық ветеринариялық қызмет кәсіпорнының басшысы Омархан Нұрашев Омархан марапатталды. Апат кезінде 931 бас ауыл шаруашылығы жануарларының өлекселері шығарылып жойылды. 445,3 гектар аумақ залалсыздандырылып, ветеринариялық қауіпсіздік сақталды. Биыл жаңа айтылып кетті, көрсеткіштер жаман емес. Биыл көптеген қиыншылықтар болып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, мынау пандемияға байланысты көп кедергілер болады. Соған қарамастан біз биыл жыл қорытындысымен 720 миллиард теңгеге ауыл шаруашылық өнімдерін жеткіземіз деп әрекет жасап жатырмыз. Оның ішінде роликте жақсы көрсетті. Біз негізі мынау жаңа технологияларға көп көңіл бөліп жатырмыз. Өздеріңізге білесіздер, айтылды, ол елбасының тапсырмасы бар. Қысқа мерзімде біз ауыл шаруашылығын тез дамытып, 2,5 есеге еңбек өнімділігін арттыруымыз керек. Ал ауыл шаруашылығының барлық көрсеткіштерін орындауда Қазығұрт ауданы көш басынан көрінді. Ауданда жалпы өнім көлемі 39,5 миллиард теңгені құрап, 4,7 миллиард теңгеге артқан. Егіс көлемі 4,1 мың гектарға артып, 8,37 гектарға жылыжайлар салынған. 500 гектарға жаңбырлатып суғару технологиясы өндірілді. Екінші орынға Отырар ауданы лайықты деп танылды. Мұнда жалпы өнім көлемі 22,9 миллиард теңгені құрап, 4,5 миллиард теңгеге артқан. Негізгі капиталға 1,5 миллиард теңге инвестиция тартылып, 3360 бас асыл тұқымданалық ірі қара мал шет елдерден импортталған. Гүлмира Саржанова, Бақнұр Ісімбет, Гүлмира Қошаева, Ақпарат Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметінен.